Ой, Тамды ауылында жүрміз. Мына киіз үйді көріп, өзім қызығып кеттім ғой, қазақи киіз үй. Керізбұлақта да киіз үй көп еді. Каждый третий үйде киіз үй. Ішін көрсетейін сіздерге. Міне керемет. Нағыз қазақи үй мына қара. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Ахуалың жақсы ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Осы қазақтың қар үйі. Кімнің үйіне келдік? Кімнің үйі осы? Бұл Тамды районында Қонақбаев Рахмет деген ағамыздың үйі. Кеше жақында келін түсір, соған құтты болсын айтып келіп жатыр. Біздер класстасымыз. Рашидтің класстастары ма? Рашидтің класстастарымыз міне. Бәріміз мына Теміртаудан келіп жатыр, Алматыдан келіп жатыр. Сарапшан, Тамды. О, мына өзім Рахмет ағамның жұбайы біздің класстасымыз. Достанова Рита деген. Мына бір таныстыра берші қыздарды. Кеп көтше. Еспенбетова Гүлбану, Егінбетова Насиба, Қарабалаева Аманкүл, Достанова Рита. Мен осы үйдің егесі. Шәргүл Рашид досымның жұбайы. Содан келіп жатыр. Кеше мына жерде шымылдық тұтылды, келіншек түсірді. Кеше ма? Мен Ританың осы ауылдағы Тамдыдағы досы қызметте жүрді. Мына екі қыз, төрт қыз қалған. Ана екі қыз. Рита, қоныс құтты болсын. Келін Адамы құтты болсын. Адамы құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Олжас інім. Көзің жалмастырма қазақтар, қалайсыңдар? Мына Рашид Кәрімбаев. Мен класстасым. Свои. Шашты қара, шашты. Шашынан тартылды. Кеш келген. Ритам осы қол жүрмей сен өзің я? Өстеген бойынша естеген. Тазалыққа қараймын сен бәрін я? Маңданар жаңалық болмау. Рашид. Баяғыда осындай Рашид. оқыдық қой. Рита екеуміз істеген жоқпыз. Қазір тоқи ма осындай, тоқымайды? Қазір бұндай қол өнері тоқтаған ғой қазір. Аналардың барлығын Бұның бәрі. естіп Ананы Рита тоқыған, Мынаны нәси десең. мынаны Рита өзі андай немен істеді. Өзінің майын Мына балалар Ританың өзімен Гүлбан тоқыған. Қадам келді. Біздер бесінші кластан үшінші кластан бастап кілем тоқығанбыз ғой. Мереке болсын, той қаласын. Достармен кездесу, 40 жылдық жалғасуда Дәулебай елі кешегі атақты Тамдыбұлақ деген мекенде тұрмыз. Ритамен, Рахмет пен Ритаға той құтты болсын, балдары бақытты болсын, немересі көп болсын. Жақсылықтың бәрі осындай отауда бола берсін. Рахмет, қол өнері керемет.